Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Күллі мақтаулар мен мадақтар әлемдердің Раббысы Аллах Тағалаға болсын, оның сүйікті елшісі пайғамбарымызға, отбасына, сахабаларына Аллах Тағаланың салауаты мен сәлемі болсын. Қиямет күніне дейін ізгілікте ізінен еруші үмметтеріне, сіздер мен біздерге Аллах Тағаланың мейірімі жаусын ағайын. Дәрсімізді келген жерін ары қарай жалғастырамыз. Алла тауфиқ беріп, амандық болса, әр сейсенбі күні, бейсенбі күні, 3 жылдан бері сейсенбі еді, соған тіл үйреніп қалған ғой. Әр бейсенбі күні жалғастырып отыратын боламыз. Дәрсімізді бастамастан бұрын, кіріп келген Рабиул Аувал айы баршамызға құтты берекелі болсын. Бұл айды білесіздер, 12-ші жұлдызында пайғамбар алейхиссалату вассалам дүниеге келген. Құран кәрімде Аллах Тағала Алланың рахметіне берген Алланың мейіріміне қуаныңдар дейді. Алланың бізге берген мейірімдерінің ең үлкені ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Яғни ол кісінің бізге пайғамбар етіп жіберілуі, келуі. Сол үшін ол кісінің дүниеге келген күні біз үшін ең Алланың ұлы нығметтерінің бірі деп те атасақ болады. Баршаңызға мүбәрәк болсын. Енді алдағы уақыттарда бір ай бойы, тіпті 2 ай бойы Қазақстанның түкпір-түкпірінде, мешіттерде, әртүрлі үлкен сарайларда мәуліттер енді жағдайға байланысты атап өтілетін болады. Қатысып, пайғамбар алейхиссалату вассаламның өмірбаянын тыңдап, ол кісіге деген махаббат оятып, қиметте шапағатына лайық болатын құлдардан болуды Алла нәсіп етсін. Келіп тоқтаған тақырыбымыз дәретке қатысты тақырып. Енді имам Науаи барынша пайғамбар алейхиссалату вассаламның хадистерінен, Құран кәрімнен келтіріп, әрбір тақырыпқа тоқталып кетуге тырысқан. Солардың бірі дәрет. Бұл жерде енді фиқхи мәселелерін емес, бәлкім фадл, одан алатын біздің сауап, әдебі, дәреттің пайдасы соған қатысты болады. Жалпы қатысып келе жатқан кісілер біледі, қанша жылдан бері дәрісімізге автор бұл жерде сол мейлінше құлшылыққа құлшындыруға тырысады. Құран кәрімде Алла субханаху ва тағала «Я айюхаллазина аману, иза құмтум илас-салати фағсилу вужухакум» деп бастайды. Яғни, ей иман еткендер, намазға тұратын болсаңдар, беттерің жуыңдар. Және де қол, «Уайдиякум илал-марафиқ» тірсекке дейін, «Вамсаху бируусикум» бастарыңа мәс тартыңдар, «Уаржулакум илал-каабайн» аяқтарын жуыңдар дейді, тобыққа дейін. Бұл жердегі айтылып атқан төртеуі дәреттің парыздары. Бетті жуу, қолды тірсекке дейін, басқа мәсіх тарту және аяқты жуу. Бұдан бөлек сүннеттері бар, білесіздер. Алдын ала бисмилла айтып, мүмкіндік болса қыблаға қарап отырып, қолды шайып, ауызды, мұрынды шайып, және де жаңа айтылған мүшелерді жуған кезде 3 реттен жуып, бұның барлығы сүннеттері. Ал Алла субханаху ва тағала сендерге қиындықты қаламайды дейді, жеңілдікті қалайды дейді аяттың жалғасында. Алла Тағала сендерді қинап қоюды қаламайды, жеңілдікті қалайды сендерге дейді. Сендерді сол секілді Алла Тағала тазалауды қалайды дейді. Біздің көзімізге көрінбейді. Дәрет шыққан кезде адам бойынан осы жуылатын мүшелер ластанады. Медицина тілімен айтатын болсақ, микробталады. Ол микробты кетіретін нәрсе тек қана су екен, ағайын. Ғылым дәлелдейді бұны. Басқа еш нәрсе кетірмейді екен оны. Алла субханаху ва тағала сізбен бізді тазартуды қалайды. Тәніміздің тазаруы да. Байқайсыздар ма? Жалқауланып тұрсаңыз, дәретті бір жаңартып барып келсеңіз намазға, адамда сергектік пайда болады. Медицина ғылымы сол әрбір жуылатын мүшелерді, әсіресе мынау мәсіх тартып болғаннан кейін құлақтың ішін сұқ саусақпен
тейіп тазалап өтеміз ғой. Сол жерде қаншама әдетте басқа уақытта адамның қолы тие бермейді ол жерлерге. Ұстай бермейсіз бостан босқа. Солай ғой. Сол жерде не бір точкаларды оятады дейді. Адам сергектенеді дейді. Басқа мәсі тартып болған кейін желкені сулаймыз. Оның да пайдасы. Бір мұсылманның сөйтіп дәрет алып атқанын көріп, бір дәрігер таңғалады. Мұсылман емес біреу. Неге сен желкеңді жудың деп. Жуламаймыз, сулаймыз ғой шейін. Біреулер бүйтіп мойнына дейін былай алып келеді. Былай мына жақ қарай алып келмеу керек. Тіпті макрух деп қабылдайды кейбір ғалымдар. Тек желкені ғана, арт жақты ғана сулау керек болды. Қолдың сыртымен. Ол не үшін істедің дегенде пайғамбарымыздың сүннеті дейді. Сонда айтады, мен осымен диссертация қорғағам. Желкесін сулап жүрген адамның жүрегі талмасы болмайды, жүрек ауруы болмайды деп. Оны бидғат деп жүр біреулер. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның әрбір амалы бекер емес қой оның барлығы. Ол қиямет күніне дейін зерттейді оны әлі. Зерттеген сайын одан пайда табамыз. Яғни айтқым келгені, дүниеде де сізді кір, лас нәрселерден тазаласа, дәл солай ішкі жан дүниеңде тазаланады. Жіберген қате, кемшілік, күнәлар сенен кеткен сайын, тазарған сайын, сен ішкі жан дүниең тазара бастайды. Біздің жүзімізді де қарайтатын, жүрегімізді де қарайтатын нәрселер күнәлар. Күнә жасап жүрген кезде адамның жүрегі де қараяды. Кейде оның жүзінен де байқайсың. Түңіліп қарайып жүреді. Сол күнә қателіктерден де тазалайды екен дәрет. Сол үшін де әрбір мүшелерімізді жуып атқан кезде ағзаларымызды айтуымыз керек. Мүшелерді жуып атқан кезде қолмен, жүзіңізбен, я Рабби, осы көзіммен жіберген қате кемшіліктерімді кешірші менің. Аяғыммен басып барған қателіктерімді кешірші менің деп. Егер дәрет алатын жеріңіз дұға жасауға ыңғайланбаған жер ма? Мысалы болады кейде әжетхананың ішінде, әсіресе көп қабатты үйлерде. Ішіңізден дұға жасаңыз. Тіліңізге шығармаңыз. Әдеп қой енді. Әбу Хурайра радиаллаху анху пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның былай деп айтып атқанын естідім дейді. Қияметтің күні менің үмметім шақырылады дейді. Сонда олардың хадистің мәтінінде қасқа дейміз ғой, аттың жылқыларының алдында қасқа бастарын көрсең дереу танисың ғой. Дәл солай дақтары болады дейді. Белгілі бір орындарда. Дақ көбінесе айыпқа айтылады, Бұл жерде айып емес, керісінше ол оған сұлулық беретін, нәрі беретін, оны бір көркеметіп көрсететін дүниеге айтылып жатыр. Дәреттің әсерінен сондай бір орындары болады дейді олар. Кімнің шамасы келсе, сол нұрланған орнын ұзартсын, арттырсын дейді. Тіпті кейбір сахабалар дәрет алған кезде тірсекпен шектелмей, ары қарай да жуады екен. Жаздың күндері әсіресе мүмкіншілік болған кезде жарқырайтын жерім көбірек болсын деп. Қияметтің күні. Бұл тұста айтып кететін жайт, ысырапқа жол бермеу керек. Ол да бар. Бір кісінің дәрет алып атқан кезде суды шамадан тыс қолданып атқанын көрген пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, мынау не деген ысырапшылдық дейді. Сонда ол таңғалады, о Алланың елшісі, дәретте де бола ма не ысырап дейді. Енді мен көңіл қалауына жұмсап жатқан жоқпын ғой деген дейді. Құлшылық үшін жұмсап жатырмын ғой деп тұр ғой енді. Дәретте де ысырап бола ма десе, тіпті ағын судан алып атсаң да дейді. Ағын судан ештеңе кемітпейсің ғой бүйтіп қарағанда, бір енді ағып тұрған үлкен нәрседен сенікі бір түкке тұрмайды деп ойлайсың, жоқ. Тіпті ағып жатқан судың өзінен дәрет алып атсаң, сол тұста да ысырап етпе дейді. Сен енді ойлап тұрсың ғой, жаңа кранда ағызу, анау мынау деп. Тек одан емес, ағып атқан судан. Қияметтің күні пайғамбар алейхиссалату вассалам жарқырайды деп жатыр сондай адамдарды. Яғни дәретте, мына дүниеде дәрет алған кезде, сол дәрет алатын, дәреттің суы тиген орындар жарқырап, ерекше болып көзге түсіп тұрады екен. Пайғамбар алейхиссалату вассалам тіпті бір хадисінде алда келеді, содан мен танимын дейді. Мүъминге
сол дәрет алған орындары әшекейленеді дейді тіпті бір хадисте. Мойныңа, қолдарға бір нәрсе, жай әшейін бір аксессуарлар, сағат тағып алсаң, көзге түсіп бір әдемі болып тұрады ғой. Дәреттің суы тиген жерлердің барлығы сол жеткілікті саған әшекей үшін дейді. Әшекей тағып алмасаң да жарқырап тұрған кезде өзгелер қызығатын деңгейде. Бұл мүминнен басқа ешкімге берілмейді дейді. Басқа бір адамда жуынып дәл солай алып жатыр. Жоқ, оған қияметтің күні ол жерлер жарқырамайды оны. Алда хадисте келеді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады: алыстан танимын мен оларды дейді. Қазір оғанда келеміз. Осман ибн Аффан, Алла ол кісіден разы болсын, Пайғамбар алейхиссалату вассаламнан жеткізеді. Кімде-кім дәрет алатын болса, жақсылап тұрып, алған дәретінің әрбір тамшысынан, тіпті ең соңғы оның тырнағынан ағып түскен тамшысына дейін. Неге тырнақ деп жатыр? Себебі дәрет алып болғаннан кейін жүріп кетіп бара жатсаң, қолынан аққан су ең соңында барып тырнақтан түседі ғой. Ең соңғы сол тамшыға дейін оның күнәсі кешіріледі дейді. Ал ойлаңыз енді. Өзіңіздің шамалы болса да бір арттағы білетін тарихыңызға көз жүгіртіңіз. Қаншама күнәларымыз бар, қаншама қателіктеріміз бар. Тілге ерік беріп қоямыз, пайдамыз үшін өтірік айтып қоямыз, харамға барып қоямыз, мына дүниедегі болмашы бір тастап кететін дүние үшін. Сол кезде күнәға батып жатырмыз. Өзімізше жан-жақтан анау да істеп жатыр ғой, мынау да істеп жатыр ғой деп бір ақталып іздейміз. Бәрі де жүр ғой деген секілді. Сол қате кемшілік күнәлардың барлығы Алланың мейірімділігі қараңыз. Соны жатар алдында күнәдан кешірім сұрауды да ұмытып кетеміз. Кейде тіпті етіміз үйреніп кеткен соншалықты сұрамаймыз да. Аллах Тағала осындай дүниелермен тазартып беріп отырады екен. Бірақ біз алдыңғы сабақтарда өттік, тәубе бабында қайта-қайта айттық оны. Үлкен күнәлар тәубесіз кешірілмейді. Бұл ғұламаларымыз айтады, кішігірім күнәларға. Ұмытып кетесің. Қияметтің күні кітабыңды алған кезде, мынау не деген кітап деп айтады. Мынау не деген кітап? Ла юғадиру фиха сағиратан ва ла кабиратан илля ахсуа. Мынада ешбір нәрсені тастамаған ғой, кішісі болсын, үлкені болсын, барлығын жазып қойған ғой. Не деген кітап деп адам өзінің кітабын көріп, өзі таңғалады. Себебі өзі ұмытып кеткен күнәлар бар ананың ішінде. Өзіміз ұмытып кеткен сауапты істер көп болуын Алла нәсіп етсін. Себебі сол ұмытып кеткен сауабыңыз сізге жазылып қалады. Ұмытпай мақтанып айтып жүрсеңіз, мына дүниеде сауап жойылып кетеді оның. Және де Осман радиаллаху анхудан келеді. Пайғамбар алейхиссалату вассаламды көрдім дейді. Дәрет алып отты дейді. Міне бұлай деп өзі дәрет алып отырып айтады. Кімде-кім осылай дәрет алатын болса, өткен күнәларының барлығы кешіріледі дейді. Сөйтіп, Пайғамбар алейхиссалату вассалам намазы да дейді. Мешітке қарай барған, сөйтіп мешітке қарай баруы, намазы, Пайғамбар алейхиссалату вассаламның барлығы ақырын болатын. Иләл масжид нафилатан, қосымша мешітке барып, وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өткен күнәлардың барлығы кешіріледі деп айтты дейді. Солай дәрет алатын болса, кімде Осман радиаллаху анху өз дәрет алып, көрсетіп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осылай дәрет алды да, сосын өткен күнәлардың барлығы кешіреді дейді. Ғұламаларымыз бұл жерде сол кіші күнәлар деп айтады. Нәфіл болатын дейді. Мешітке баруы да, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намазы да дейді. Яғни сол кезде көрсеткен дүниесін айтып жатыр. Сөйтіп барып мешітке барған ол нәфіл амал болатын дейді. Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбарымыздан жеткізеді. Қай бір мұсылман, мұъмин адам дәрет алатын болса дейді, жүзін жуатын болса, сол жүзімен жасаған күнә, қателік, кемшіліктері, қарағаны болсын,
қате кемшіліктерге, күнәларға, соның барлығы сол су арқылы жуылып, шайылып, жоқ болып кетеді дейді. Ең соңғы тамшысымен бірге. Одан ол қолдарын жуатын болса, сол қолымен ұстаған күнәлары сонымен кешіріледі. Ең соңғы ағып кеткен тамшысымен бірге. Аяғымен барған күнәлары кешіріледі, аяғын жуатын болса дейді. Ең соңғы тамшысы. Жаздың күндері әсіресе кейбір ғалымдар дәрет алып болғаннан кейін сүртінбеуді құп көреді. Өзі кеуіп. Себебі жаңағы хадистің мәтініне тікелей амал етуге тырысады. Ең соңғы тамшыға дейін тамып түсе берсе, менен жаңағы күнәларым көбірек кешірілсе деген мақсатта. Дәрет алып біткен кезде адам баласы күнәдан пәк таза болады дейді. Тағы да қайталап айтамыз, бұл жерде сол айтылып жатқан күнә ол кішігірім күнәлар. Үлкен күнәлар тәубе арқылы ғана кетіріледі. Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен тағы бір хадис. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қабірден өтіп баратып сәлем берді дейді. Қабірден өтіп баратқан кезде қабір иелеріне сәлем берді. Сәлемді кімге береміз? Тірілерге беріледі ғой негізі. Алла үшін ол қабірде жата ма, жердің астында, жердің үстінде бола ма, Алла үшін бәрібір ол. Оны да азаптай алады, үстіндегін де азаптай алады. Астындағыға да нығмет бере алады Алла, үстіндегіге де нығмет бере алады. Астындағын да Алла Тағала тірі қылып ұстап тұра алады қиямет күніне дейін, үстіндегілерге де жан бере алады. Алла үшін түк емес ол. Пайғамбар алейхиссалам шәһидте өлмейді дейді. Шәһидтерде өлмейді дейді. Тіпті тәні шірімейді дегенде риуаяттар бар. Пайғамбарлардың да тәні шірімейді. Аллах Тағала топыраққа харам етті дейді пайғамбарлардың тәнін шірітуге. Қабірді жай әшейін бір үңгір деп ойламаңдар. Не жәннат бақшасынан бір бақша, не тозақ үңгірінен бір үңгір дейді. Оның астында да адамдар не қиналып жатыр, не рахатқа бөленіп жатыр. Оларға амандасады дейді пайғамбар алейхиссалам барған кезде. Ассаламу алейкум, дәрі қаумин муъминин. Муъминдердің дәрі дейді. Дәрі деген үй ғой. Бәріміздің соңғы тұрақтайтын үйіміз сол. Біз мына жерді көбінесе абаттандырып жатырмыз, тастап кететін жерімізді. Ұзағырақ барып тұратын жерді ойлап жатқан жоқпыз. Мәңгі тұратын жерге қамданып жатқан жоқпыз. Ұзақ деп жатқан себебім қиметті күтіп қиналып жатады екен о жердегі барзах әлеміндегілер. Жақсы адам болып өткен болса, лезде өтіп кетеді. Көзді жұмып ашқандай. Қабірдің алдынан өтіп баратқанда аталарымыз бұрын дұға етіп, сәлем беріп, дұға етіп, артынан қиямет жақын деп қоятын. Қиналып жатқандар болса, қиметті күтіп жатыр ғой, қашан келеді екен. Мына азаптан құтылсақ дейді. Білмейді, оның ар жағындағы азап одан да қатты екен деген. Тозаққа болса, тозаққа барайықшы, ертірақ есепті бастасыншы деп қияметтің азабында шыдай алмайтындар болады. Білмейді, тозақ одан да қатты екен деген. Пайғамбар алейхиссалам сәлем беріп болып, біз де Алланың қалауымен сендерге қауышамыз. Яғни бізге де сол күн келеді. Біз де қауышамыз деп дұғасын сәлем беріп болғаннан кейін сөйтіп айтты дейді. Бауырларымды көргім келеді деп сөзін жалғады ары қарай дейді. Яғни біз де өтіп кетеміз. Менің бауырларымды көргім келеді. Сонда сахабалар айтады, біз емес пе бауырың? О Алланың елшісі деген, жоқ, сендер асхабымсыңдар. Менің бауырларым менен кейінгі келетіндер дейді. Бізді көрмей, мені көрмей, маған иман еткен деп, яғни сахабалардан кейінгі дәуірден бастап бәрімізді айтып жатыр. Сонда о Алланың елшісі, оларды қалай танисың дейді ғой. Сенің бауырың екен қақтан танисың? Қиметті адамзат, бізге дейін кеп кеткендер бар, қаншама. Солардың барлығы болады. Оларды қалай танисың деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оларды дәрет алған орындарының жарығынан танимын дейді, нұрынан танимын дейді. Жаңағы тобырдың ішінде қасқабас жылқылар келіп жатса, дереу танисың ғой. Соны мысал қылып келтіреді. Сендер өзіңнің жылқыларың танисыңдар ғой дейді. Топтың арасында келе жатқан кезде қасқасынан оның маңдайындағы
жарқырап тұрған. Мен де танимын дейді, үмметтерім дейді. Ол қап-қара ешқандай басқа түсі жоқ жылқыны мысал қылып келтіреді. Соның аяғында немесе ағы болатын болса, маңдайында ағы болатын болса, алыстан дереу көзге түседі ғой. Дәл солай мен де үмметтерімді сөйтіп танимын дейді. Аллах Тағала баршамызға сол күні пайғамбар алейхиссалату вассаламның таныған үмметтерінен болуды нәсіп етсін. Сөйтіп мен оларды алып хауызға қарай бастаймын дейді. Хауыз деген бұл жердегі Кәусар бұлағын айтады. Пайғамбар алейхиссалату вассаламға берілетін бастау. Соған қарай мен оларды бастап барамын дейді. Бұл пайғамбарымызға берілген ерекше нығметтердің бірі. Қияметтің күні бүкіл үммет келіп, ол кісінің қолынан сол жерден су ішеді. Аллах Тағала солардың қатарында етсін баршамызды. Және де сол Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбар алейхиссалату вассаламнан жеткізеді. Сендерге күнәлар кешіріліп, дәрежелер көтерілетін нәрсені айтайын ба, білдірейін ба дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Айтыңыз о Алланың елшісі. Сонда қиын шақта болса да дәретті толыққанда алу деді. Қиын уақыттарда дәрет алған кезде жылдам ала саламыз. Күн суық болуы мүмкін, су суық болуы мүмкін, немесе бір жағдай мүмкіншілік болмай тұр. Сол уақыттарда дәретті толыққанда алу деді. Адам дәрежесін көтеретін нәрселер екен. Мысалы, көпшілік орындарда болады. Дәрет алу ыңғайсыз. Жұрттың бәрі келіп, қолын жуатын жер болады. Сіз жерге аяқ көтеріп жуып отыру, шында да ыңғайсыз. Кейбіреулер ерініп сол кезде нәскиіне мәш тарта салуы мүмкін. Бар дейді ғой, әйтеуір бір басқа алады ғой, әйтеуір бір көрдік қой, сол бекер емес шығар, сол бір айтқан екен ғой, болады екен ғой деген секілді. Дәретіңіз толық болмайды. Қалай істеу керек? Ана жерде жеркендіру керек па дінімізді? Жоқ. Аллах Тағала бізге қашанда шығар жол тауып береді. Су таппасаң таямым қыл дейді ғой енді. Жоқтан бар жасау үшін әжетханаға кіресіз ғой. Әжетіңізді өтейсіз ғой құманмен. Сол кезде бірінші аяғыңызды жуып аласаңыз. Іште аяғыңызды жуып алыңыз. Сыртқа шығып, кейін беті қолыңызды жуып мәс тартып кете бересіз. Дәреттің тәртібін бұзасыз. Ханафи мазхабында тәртіп шарт емес. Тәртібін бұзасыз, бірақ дәретіңіз толық болды. Адамдарды жеркендірген жоқсыз. Осы намаз оқимын дейді, нан істеп тұрған тірлігін қара, мен қазір бұл жерге қол жуамын ғой, басқа тағсын. Дұрыс айтады, иә. Біз дінімізді жек көрсетіп қоймайық. Ислам негізі кез келген адамға сүйікті дін. Мұсылмандар ғана оны не істеп отыр? Жек көрсетіп қойып отыр. Кейбір кездерде, кейбір қылықтарымен. Жаңағы дүние тәртіп бұзу. Енді жоқтан бар деп жатырмын ғой. Әрине, тәртібімен алған жақсы. Егер мүмкіншілік бола тұрса, кезекте жоқ ешкім, онда бет қолыңыз жуып алып, кейін құманды алып, ішке кіріп кетіп, аяғыңыз жуассаңыз, ол нұр үстіне нұр. Жуған мүшеңіз кеуіп қалатын деңгейде уақыт өткізіп алмасаңыз болды. Уақыт мәселесі. Бұл жерде уақыт өткізіп алу. Кептіріп, келесі мүшені жуып атсаңыз, ода тұрған ештеңе жоқ. Кеуіп қалды, жоқ, ұзақ жүріп қалмай. Бір жер жуып алдың, біраз уақыттан кейін барып, екіншісін жудың, біраз уақыттан кейін аяғын жуып атсың, сондай ұзақ уақыт болып қалмау керек. Егер мүмкіншілік мүлдем жоқ сондай. Бірінші этажда әжетхана, төртінші этажда дәретхана болатын болса, енді амал жоқ қой, Аллах Тағала көріп тұр. Сіз парызыңыз, сіздің намазыңыз шығып баратыр, тағысын тағы. Содан кейін мұсылман адам көбінесе өзінің намазына, құлшылығына қарай ыңғайлану керек. Біз өзіміздің жұмысымызға қарай намазды құлшылықты ыңғайлап аламыз ғой көбінесе. Бір жерге барсаң, шығатын уақыты қашан деп жаңағы. Шығатын уақытын біліп алсам болды дегендей. Намаздың уақытына қарай жұмыстарымызды ыңғайласақ дұрыс болады. Себебі намазы дұрыс болмаған адамның басқа жұмысының бәрі дұрыс болмайды оның. Ол өзінің ақырет үшін Алланың алдындағы парызын дұрыстап істемеген адам, сіз оған басқа жұмыс тапсырсаңыз, оны да айғайдам оның дұрыстап атқару. Себебі ең негізгі ұлы нығмет болған нәрсе біздің намаз. Алланың алдындағы ең
құлшылықтарымыздың ішіндегі көп сұралатын, ең бірінші болып сұралатын, діңгектердің ең негізі болып тұрған нәрсеге бейғам болған адам басқа жұмысынан не күтеді соны? Сол үшін намазымызға қарай ыңғайланып, тіпті дәретті де соған. Мен ұстазымды көретінмін. Намаздың алдағы уақытта білет бір жерге бара жатырмыз. Ыңғайсыз болып қалады жолда десе, сол үшін тамақты да азайтатын, сусынды да азайтатын. Себебі жолда қиналып қалам ба деп. Намазын сөйтіп уайымдайтын. Сол үшін дәрет мәселесінде жаңағыдай өте мұқият болуымыз керек. Қиын уақыттарда дәрет алатын болсаңыз, толыққанды, онда күнәлар кешіріліп, дәрежелер көтеріледі екен. Сөйтіп хадисті ары қарай жалғастырады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Қиын уақытта, қиыншылық кезде толыққанды дәрет алу дейді. Және намаздан кейінгі намазды күтіп отыру дейді. Біз енді қазір мына құптаннан кейін өткізіп жатырмыз ғой, бұрын шамнан кейін өткізетінбіз. Құптанға дейін. Әрі тәлім, әрі намаздан кейінгі намазды күтеміз. Сауап үстіне сауап алып отыратынбыз. Намаздан кейінгі намазды күтіп отыру да күнәларды кешіреді екен. Жай отырсың, қосымша зікір етіп отырсаң, Құран оқып отырсаң, дәріске қатысып отырсаң, тағы қосымша сауап аласың. Күтіп отырудың өзімен ақ сенің күнәларың кешіріліп жатыр. Шамға келіп алсаңыздар да болады екен. Бірақ кейін ұйқы келіп, дәрістің кезінде ұйықтап отырмаңыздар, ерте келіп алып. Фазаликумур рибат, міне осыған байлана жапсыңдар дейді. Хапс деген нәрсе бар, қамау. Нәпсіңді осыған қама дейді. Осындай нәрселерге нәпсіңді қама дейді. Кейде нәпсіге ерік беріп жіберген кезде бұл осындай нәрселерде істей алмай қалып жатамыз. Қойшы отырам ба деп сыртқа шығып, соғұрлым Facebook, Instagram, WhatsApp шықлап отырып, сол 1 сағат 20 минут далада өтіп кетеді сол. Нәпсімізді осыған үйретуіміз керек, қамауымыз керек. Абу Малик әл-Ашари радияллаху анху айтады. Пайғамбар алейхиссалату вассалам ат-тухуру шатрул иман. Естеріңізде болса, сабыр тақырыбында біз үлкен кеңінен талқылаған хадис соның басында үстіп басталады. Тазалық иманның жартысы дейді. Иманымыздың жартысы бұл тазалық. Сол үшін үнемі таза жүруге тырысуымыз керек. Енді үнемі дәретпен жүргісі келетін кісілер бар. Хазірет Билал радияллаху анхудың амалына еліктеп, пайғамбар алейхиссалату вассалам құптаған сүннет болып табылады, үнемі дәретпен жүру. Үнемі дәретпен жүретін кісілер болады. Дәреті бұзылса барып дәрет алады, нұр үстіне нұр. Әр намазды дәретпен, жаңа дәретпен оқуға тырысатындар бар, машалла. Бұл да нұр үстіне нұр. Пайғамбар алейхиссалату вассалам егер үмметім қиналып қалады деп қорықпағанымда, мен бұйырар ем дейді осы нәрсені. Енді кейбір кісілер бар, жаңадан намазды бастап жүрген кісілер бар арамызда. Дәретте, әжетханаға барып, қажетімізді өтеп болғаннан кейінгі тазалық бар ғой. Әжетханада отырып жасалатын тазалық. Көп кітаптарда ішкі дәрет деп жазылады, иә? Соны да дәреттің қатары деп түсінеді екен. Ол дәрет емес, ол тазалық. Ішкі дәрет дегеніміз ол тазалық. Сіз сағат 11-де күндіз мысалы әжетке шықтыңыз. Сол кезде тазалық жасадыңыз. Сағат 1-де намазға келдіңіз ба? Сол кезде дәрет алған кезде қайтып сол жаққа барып, жуып шайып, ішкі дәрет алып жүру керек емес. Ішкі дәретті қайттан алу керек емес. Бір кісі хабарласады бірде. Кешке жинап оқысам бола ма намаздарымды дейді. Не болды? Ыңғайсыз. Неден ыңғайсыз? Дәрет алу ыңғайсыз. Адам дәреттен үй ала ма дейді. Сөйтсем жолда жұмыс істейді екен. Жол төсейді. Тоғай таппайсың дейді. Айдалада ағаш таппайсың дейді. Айдала дейді. Енді адам қажетіне бәріп барады ғой бір жерге. Азында үйінде баратын шығар, кешке баратын шығар деп ойлап отырмын ғой енді. Ыңғайсыз жұмысшылардың алдында кайтып дейді, жаңағы мен оны айтуға тіпті арланып та жүретінмін. Оны айтудың керегі бар ма? Ол онсыз түсінікті нәрсе ғой деп. Сөйтсем, онда дәреттің бір бөлшегі, бастамасы деп содан бастайды екен барып. Кейде жұмаға келеді, тізіліп тұрады. Ол соны күтіп тұратын жақта. Қанша уақытты өткізіп алады. Тіпті парызға да кешіп келіп қалады кейде. Жоқ, сіз сол барған кезде
тазалық жасап қойсаңыз болды, жеткілікті. Намазға келген кезде дәретті алыңыз. Яғни сіздің түсінігіңіздегі бет дәрет, біздің түсініктегі негізгі дәрет сол. Соны аласыз да намазыңызды оқи бересіз болды. Айтып кетуді жөн көрдім, себебі арамызда жаңадан қосылғандар болуы мүмкін. Тікелей эфирде көрермендердің ішінде де намазды енді бастағысы келіп жүргендер болуы мүмкін. Тіпті осы мәселеде қиналып намазды бастай алмай жүргендер де болуы мүмкін. Себебі оқып жүргеннің өзі намазын тастап кетіп жатса, дәретке бола қиналып. Ал бастай алмай жүрген адам ше, қойшы, қиын ғой ол. Мен істеп жатқан жер дәрет алу ыңғайсыз дейді. Сол үшін адам бір күні дейді, екінші күнімен бірдей өтсе, ол құрдымға кетіп жатыр дейді. Білім жағынан да күнделікті біз бір нәрсені болса да артық біліп отыруымыз керек. Бизнесіңіз бір қалыпта тұрса, сіз артта қалып қоясыз. Дамымасаңыз. Бірінші күн, екінші күнмен бірдей болмау керек. Өсіп отыру керек. Дәл солай адамның күнделікті құлшылығы да, білімі де артып отыру керек. Омар ибн Хаттаб, Алла ол кісіден разы болсын, пайғамбар алейхиссалату вассаламнан жеткізеді. Дәрет алған адам, сіздердің қай біреуіңіз дәрет алатын болса, жақсылап, толыққанды алатын болып, жаңағы айтылған мүшелерді жақсылап жуып, толыққанды дәретті алды. Одан кейін артынан ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп айтатын болса, Алла субханаху ва таала қияметтің күні жәннаттың 8 қақпасының қалағанынан кірсін деп айтады дейді. Қиын емес, жеп жеңіл дүние. Бірақ тұрақтылық керек. Тұрақтылық керек. Естіген кезде бір-екі рет амал жасап, сосын қап қоймау керек. Аллаға ұнайтын амал тұрақтылық тапқан амал. Аз болса да. Дәрет алатын жеріңіз ыңғайсыз деп айттық жайында, мысалы дұғаға. Шыққаннан кейін айта беріңіз. Шықтыңыз, болдыңыз. Дәрет алып біткеннен кейін ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах. Тілге өте жеп жеңіл, бірақ сіз бұл жерде Алладан басқа тәңір жоқ екендігіне куәлік беріп жатсыз. Ал біз бұл тақырыпта көптеп айттық. Үлкен тәңір бар, кіші тәңірлер бар жүректерімізде, мүшриктер жаңа пұтқа қойып соны тәңір деп жүрсе, бүгінгі таңда біздер жүрегімізде көптеген тәңірлер бар. Соның бәрін тазалап жатсыз. Тәнім тазарды, жүрегімді тазартайын деп, көкеден, жәкеден, анадан, мынадан болады деген сенім тола біздің жүрегімізде. Ақшадан болады, креслодан болады деген. Соның бәрі жүрегімізге отырып алған тәңір. Солардың барлығын жоққа шығарып жатсыз. Вахдаху ла шарика лах. Ол жалғыз, оның ешбір серігі жоқ деп жатсыз. Серік деген кезде сіз жұмысыңызда, ісіңізде кімге арқа сүйеп жүрсіз, оларды да көз алдыңызға елестетіп өткізіңіз. Анадан, мынадан болмайды, мен Аллаға серік қоспаймын, бір Алладан болады деп. Дүниенің себебі ол екі бастан, ол айтпаса да түсінікті нәрсе. Себепті ықтияр жасай аламыз. Себепсіз ол мына дүние құрылмаған. Бірақ жүректе Алладан өзгеге орын бермейміз. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Пайғамбар алейхиссалату вассалам өзі мені Құдайдың құлы деп айтыңдар дейді. Абдуху ва расулуху, және оның елшісі. Құлы деп айтыңдар деп өзі мақтан етеді құл екендігіне. Сөйтіп айтатын болсаңыз, жеп жеңіл, Алла субханаху ва таала жәннаттың қалаған есігінен 8 есіктің қалағаннан кір дейді. Енді Термизиде, бұл Муслимде келген риуаят, Термизиде келген риуаятта қосымша осаң тағы да бір сөйлем қосылады. Аллахумма джални минат тауабин ва джални минал мутатахирин деген сөз. Уа Раббым, мені тәубе етушілерден қылшы. Тазарғандардың қатарынан қылшы мені. Тахара деген сөз, дәрет дейміз ғой қазақшасы, тахара, тазару. Минат тауабин, тәубе етушілердің қатарынан қыл. Мутатахирин, тазаланғандардың қатарынан, тазаланушылардың қатарынан. Себебі таза болмаған адам ол жаққа лайық емес. Мұсылман адам дүниеде қате кемшілігі болатын болса, соны жуып шаймайынша кіре алмайды ол жаққа.
Кейде адамға ой келуі мүмкін. Дүниеде де біраз жүріп, рахаттанып, мына дүниенің ләззатына да. Сөйтіп, ақыреттен жансақ біраз жанатын шығармыз, сөйтіп қайтып жәннатқа кіреміз ғой бәрі соңында деп. Кәлимамыз бар деп. Бір намаздың өзін өткізіп алатын болып, оның қазасын өтеген тағдырда да бір хукуп тозақта жанат дейді. Хукуп дегеніміз 80 жыл. Ал енді намазды бастай алмай жүрген кісілер, онда қаза қылсаң да бәле екен ғой деп бастамай кетпесін. Оқымаған адамдікін ойлаңызшы не болады? Оқып жүріп жіберіп алғандікі сондай болса. Сол үшін намазға тезірек жығылыңыз. Өткен күндерше, күнде бір намазды кім болса да қазаңызды қосып өтей берсеңіз, ақырын Құдай өмір берсе бітіресіз. Өмір болмаған, біте алмай қалған тағдырда да Аллах Тағала ары қарай сіздікін кешіреді. Алла Субханаху ва Тағала бәрімізді тазалардың қатарына етсін, таза болушылардың қатарынан етсін. Келесі тақырыбымыз азан тақырыбы екен. Оғанда тоқтала кетейік, себебі қысқа, қатты ұзақ тақырып емес. Одан кейін намазға қарай көшеміз. Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбар алейхиссалату вассаламнан жеткізеді. Адамдар егер мына дүниеде азанмен бірінші саптың сауабын білгенде жарысып келу керек болса жарысады, еңбектеп келу керек болса еңбектейтін еді дейді. Азан айтумен бірінші қатарда отырудың. Енді азан айту түсінікті. Аллахумма рабба хази дауати тамма дейміз ғой. Толыққанды дауа деп айтылады. Толыққанды дауа дейді. Дауа деген уағыздау, өзгені шақыру. Азанды толыққанды дауат деп айтылады. Енді соны айтып атқан адамның әрине қиметтің күні дәрежесі жоғары болады. Оның сауабы көп. Қаншама адам соның азанын естіп, келіп намазын өтесе, анаған сауабы жазылады. Себебі сол себеп болып тұр аналар шақырып, ескертіп кетіп баратқанда, азан айтылып жатыр екен. Кіріп намазымды оқып алайын деп қалды, басқа болды, тағысын тағы. Дүние тіршілігімен кетіп баратқан адамды тоқтатты, басқа қылды. Тіпті намазға келмесе де, қанша адам азанды естіп, сыртта күнәсінен тосылуы мүмкін, тоқтауы мүмкін. Ал енді бірінші сапқа келуші. Бірінші сапқа келу деген сөз намазға ертерек келу деген сөз. Артынан келіп алып, әркім иығын теуіп өтіп кетіп тұрып барып келіп тұру емес. Негізгі бұл жердегі ұғым сол. Бірақ әрине Аллах Тағала қадір, ниеті дұрыс болып, кешіп келіп, бос орын тапса, ешкімге кедергісін бермей келіп отырса, иншалла оған да сол сауап. Бірақ бұл жердегі негізгі мәселе алдыңғы сап деген ертерек келу деген сөз. Ертерек келу деген сөз. Бір. Екіншіден, Алланың рахматы түскен кезде бірінші сапқа беріледі. Оңға қарай, солға қарай, екінші сап, оңға қарай, солға қарай, сөйтіп арқа қарай кете береді. Имамның дәл артында негізі мен айтарым, имамның артында бір орын қалдырғандарыңыз жөн болады. Азаншыға, наиб имамға, мешіттің қызметкерлеріне. Себебі имамға бір жағдай болып қалса, намазды бұзылып дәрет шықты, қайтыс болып кетті, басқа болды, орнына шыға алатын адамның тұратын орны негіз. Намазға енді келіп атқан бір бауырым. Ол кезде мен Нұр-Маракта имам едім, Әл-Фарабидің бойы. Енді келіп атқан жігіт қой, енді келіп Ореке дейді. Ау, сіздерде вип-зал бар ма дейді ғой. Неге десем, мен сыртта не бір үлкен-үлкен кісілердің көлігін көрдім дейді. Олар жай жерде тұрмайды, олар вип-залда бар шығар, оларға бөлек қарайтын жарыстар дейді. Құдайдың алдында пенденің бәрі бірдей. Соған дәлел осы намаздың сабы. Соған дәлел қажылықтағы ихрамымыз. Бір жерде, бір киімде, бір жерде жатасың, бір жерде жүресің. Бір сапта тұрасың. Және анау былай қимылдасын, мынау былай қимылдаса да болады деген нәрсе жоқ. Бәріне бір келкі қимыл. Әрине әлсіздерге ғана рұқсат беріледі. Отырып оқу, басқа тағысын тағы. Бәріне бірдей дедім. Мүмкін емес, болу керек шығар, оларға вип-зал болу керек шығар дейді. Сосын жаңағы айтмен бізде вип место бар дедім бір. Вип орын бар. Қай жерде дейді, имамның артында деймін ғой. Кім тұрады ол жерге дейді. Имам өліп қалса орнына шыға алатын адам тұрады дедім. Сөйтсем, ой, сізде қатырасыз дейді. Шынында да солай.
Ол жерге таласамыз ғой барып өзімізше, мен тұрайын деп жаңағы. Ол жердің хақысын бере аласыз ба? Имамға бір нәрсе болып қалған жағдайда ол жерге шығып кете аласыз ба? Артынан жалғастырып кете аласыз ба намазды? Сол үшін ол да мән берілетін жайттардың бірі. Муавия радиаллаху анху пайғамбарымыздан естігенін жеткізеді. Муаздиндер, азан айтушылар, үдін деген араб тілінде, әзан үдін ғой, үдін деген құлақты айтады. Құлақ қағыс жасайтындар ғой енді. Еске салатындар, азан айтатындар. Қияметтің күні адамдардың ішіне ең бойы ұзын болады дейді. Анық деп мына мойынды айтады. Мойын ұзын болады олардың дейді. Мойынның ұзындығы көркемдікті білдіреді, әдемілікті білдіреді. Мойын ұзын болса, әдемі көрінеді. Қияметтің күні әдемі көріну бір бар, бәрінен биік болып тұру бір мәселе. Тағы бір мәселе ғұламаларымыз айтады, қияметтің күні адам баласы өзінің теріне өзі көміліп тұрады дейді. Мына дүниеде терлеген кезде ағып кетеді ғой бізден. Қияметте жоқ, сол теріге өзің көмілесің. Шомылмай бір ыстықта қалып қойыңызшы, жеркенесіз теріңізден. Сол ағып киіміңізге сіңіп жоқ қылып кетіп жатса да, содан жеркенесіз. Енді ойлаңыз, қияметтің күні біреулер тобығынан, біреу тізесінен, біреу белінен, біреу кеудесінен, біреу мойнынан, өз терісіне өзі көміліп тұрады. Және күннің ыстығы найзаның мойнындай жерге әкеп қояды күнді. Сондай ыстықта тұрсыз. Ол жетпегендей, жаһаннамды тартып алып келеді дейді. 70 мың шынжырының, әрбір шынжырдан 70 мың періште тартып алып келеді оны. Сол ыстықта тұрсыз. Сонда жаңағы мойны ұзындар, тіпті жаңағы көміліп қалған тағдырда да мойны көмілмейді олардың деп, яғни артықшылығын айтып жатыр бұл жерде. Оны да келтіреді. Қияметтің күні ең бойы ұзын адамдар болады дейді. Яғни ол жерде мағынасы, негізгі мағынасы, дәрежесі биіктер деп жатыр. Дәрежесі биік. Мойынның ұзындығы, тәніңнің үлкендігі саған пайда бермейді, егер сен тозақы болатын болсаң. Себебі естеріңізде болса, алдыңғы жылдар дәрісімізде айттық. Тозақтан ең соңғы шығатын мұсылманның аты кім еді? Жухайна. Жухайна деген қауымнан. Аты да Жухайна. Араб. Жебірейілге шығар дейді екен тозақтан. Тозақтың періштелері таппадық дейді екен барып. Қай жерде жатқан таппадық. Тозақтың түбінде пәлен, үңгірде пәлен тастың астында жатыр. Алып шығар екен. Сөйтіп оны да тазартып, жәннатқа кіргізеді. Айтқым келгені, араб боласың ба, ардақты боласың ба, мына дүниеде басқа боласың ба, тозақы болатын болсаң, сенің ешқандай дәрежең жоғары емес. Және Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен риуаятты да айтқан болатынбыз, естеріңізде болса. 6 адам болып отыр ек дейді. Пайғамбар алейхиссалам өтіп бара жатып, араларында біреудің тісі тозақта Ухуд тауымен бірдей болады деп айтты дейді. Тіс тауымен бірдей болса, ол қандай дене, ойлаңызшы. Не пайда одан? Тозақы болып жатса оны. Яғни айтқым келген бұл жерде дәреже. Азан айтушылар. Неліктен? Неге? Себебі жаңа айтып кеттік. Дауати тәмма. Толыққанды дағуат бол. Алланы ұлықтайсың. Алладан басқа тәңір жоқ деп куәлік етесің. Пайғамбар оның елшісі деп куәлік етесің. Адамдар намазға шақырасың, құтылуға шақырасың, бақыттылыққа шақырасың. Бұл дағуат шынайы ақиданы бекітетін дағуат. Ақида деген нәрсе тек тартыс талас емес. Мазхабтар арасында ақида деген нәрсе ол сенім жүректегі бекіген. Соны бекітетін дүние бұл, азан. Күнделікті 5 уақыт ол кісі соны айтып жатыр. Сол үшін де оның дәрежесі биік болады, бойы да ұзын болады қияметтің күні адамдардың бәрінен. Абдуррахман ибн Ауф, кешіресіздер, Абдуллах ибн Абдуррахман ибн Аби Са'a радиаллаху анху, Абу Саидин ал-Худри радиаллаху анху айтады. Сені көбінесе малыңды бағып, сырт жақта, шөл далада жүргеніңді байқаймын. Сен далада жүрсең де,
азан айтқан кезде қатты айт деп айтты дейді. Қатты даусын шығар. Қатты даусын шығарып айт. Себебі оны естіген адам, жын болсын, адам болсын, қай біреу еститін болса, қияметтің күні саған куәлік келтіреді солардың барлығы деді. Сол үшін далада болатын болсаң да азанды айқайлап айт дейді. Ешкім естімейді ғой деп жай айта саламыз кейде. Ешкім естімейді ғой бәрібір деп. Иә, көпшілік орында болып, сіздің азаныңыз керісінше кедергі беріп біреулерге. Немесе осақ айтыр өзінше жай оқи берсе болады, мақтанғысы келіп батырма деген секілді біреулер жеркендіретін деңгейде болатын болса, ол бөлек нәрсе. Мешіттікі бөлек енді ол. Үйде жалғызсыз азан айтыңыз. Адамдар естімесе де жындар естиді. Оны естіген Алланы ұлықтап атса, оны естіген басқа дүниелердің барлығы да сіз үшін қияметтің күні куәлік береді екен. Я Раббым, сені мақтайтын, сені ұлықтайтын деп. Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбарымыздан жеткізеді. Азан айтылды ма? Намазға шақырылып, азан айтылды ма? Шайтан сол дауыс жетпейтін жерге дейін қашып кетеді екен. Шыдай алмайды екен. Байқайсыздар ма, намазға жалқаулық болып тұрған кезде азанды естігенде шамалы болса да кетеді сол жалқаулық. Неге? Себебі сізге уәсуәса қылып жатқан шайтан қашып кетті. Тек нәпсіңізді жеңе алсаңыз болды. Нәпсі сізді жаңа дүнияны кетіп қалады, қазір барып анау контракт қол қойып қалуым керек, намаздың уақыты шықпайды ғой әлі деген секілді әртүрлі нәрселерді келіп шайтан салады. Сол шайтан кетіп қалғаннан кейін нәпсіңіз ары қарай. Соны жеңе алсаңыз болды. Сөйтіп артынан қамат айтылған кезде шайтан қайтып келеді дейді, сосын азан біткеннен кейін. Қамат айтылған кезде тағы қашып кетеді дейді. Қамат бітті ма, намазға тұрып атыс па, қайтып келеді дейді. Ал сосын ақырын сенің уәсуәса қылып, жылдар бойы есіңе түспей жатқан нәрсенің бәрін түсіреді дейді есіңе. Ананы салады, мынаны салады. Жоқ деп бүйтіп жаңағы тіпті күнә қателіктеріңді ойлап, күнә істемейінше деп тұрсаң да күнәңді есіңе түсіріп, оны не үшін істегеніңді есіңе түсіріп, анау сол болмағанда деп тағы да қайттан алып кете береді. Ой деген нәрсе өте жүйрік. Ол бос тұрмайды, адам ұйықтап жатқан кезде болмаса, ой бос тұрмайды ояу кезде. Бір нәрсені міндетті түрде ойлап тұрады. Сол үшін ол ойды басқа бір оймен кетірем деп ойламаңыз. Тіпті кейбір ғалымдар айтады, жәннатты ойлап тұр, тозақты ойлап тұр деп та, намазда тұрған кезде. Қыл көпірдің үстінде тұрмын деп. Ол кезде де ары қарай кетіп қалу мүмкіншілігі бар да. Күнәні ойладың, не үшін істегеніңді ойладың. Сөйтіп жаңағы сауап мысалы ойласаң, сауап істеу үшін мынанша ақша керек, ол үшін дүние табуым керек деген секілді. Ананы сатып жіберсем бе екен, деп жаңағы ертең керек болып қалады тағы. Ғұламаларымыздың жақсы айтқан сөзі бар, оқып атқан сүреңді шамалы өзің естейтін деңгейде шығарсаң даусыңды, соған үңілесің, жан-жаққа ойың кетпейді деп. Енді ол жерде де жаңа тәжвидке мән беріп кетіп қалмаңыздар. Тәжвид сабағы қашан еді, вторник пе еді, среда еді деп. Шайтан сөйтіп ананы еске алып, мынаны еске алып, жылдар бойы еске түспей жатқан нәрселерді түсіреді дейді. Тіпті адам баласы не оқығанды да білмей қалады соңында дейді. Қай ракат деді ме деп қаласың ғой. Сөйтіп шайтан барынша сөйтіп уәсуәса қылады дейді. Біздің егер намазымызды Аллах Тағала толыққанды намаз біткенше ойымызды бөлмей тұруды талап еткенде ешқайсымыз намаз оқи алмас едік. Сол үшін де бізден талап етілген нәрсе бір рет болса да намазда тұрғаныңызды ойласаңыз қабыл екен. Жеке тұрғанда. Жамағатпен тұрғанда бастан аяқ намазды ойламасаң да жамағатпен тұрғаның үшін қабыл болына деген. Жамағаттың берекеті. Кейде болады сондай. Болған да ол. Мынау қалжың әңгімелер жазылады тарихта. Сонда имам намазды оқып болып арттан сұрайды дейді, 5 оқыдық па, 4 оқыдық па деп. Ешкім білмейді ана жерде. Бәрі бір-біріне қарайды дейді. Сөйтсе біреу тұр дейді, 4 оқыдық, иә. Қайдан білдің десе, мен бірінші ракатта үйден шықтым деп айтады дейді ойша. Екінші ракатта пәлен жерде 3-те базарда болдым, 4-те үйге келдім. 4 оқыдық деп айтады дейді. Нақты білем деп. Ол да намазда емес. Бірақ соның берекетімен, жамағаттың берекетімен Аллах Тағала қабыл етеді сол намазды.
Амр ибн ал-Ас радияллаху анху пайғамбар алейхиссалату вассаламнан естігенін жеткізеді. Муаззиннің азан айтып жатқанын естіп жатсаңдар, не деп айтса сөйтіп қайталап отырыңдар. Одан кейін артынан маған салауат айтыңдар дейді. Азаннан кейін маған салауат айтыңдар. Сөйтіп маған салауат айтқан адамға Аллах Тағала 10 салауат айтады дейді. Біздің салауатымыз не ол? Алланың салауаты не? Періштелердің де салауаты бар екен. Алланың салауаты бізді кешіріміне бөлейді. Бізді жарылқауы. Пайғамбар алейхиссалату вассаламға салауат айтып жатырмыз ба біз? Аллах Тағала бізді жарылқайды екен. Бізді кешіреді екен. Мейіріміне бөлейді екен. Ал періштелердің салауаты ол Алладан жарылқау тілейді екен. Періштелер егер сізге салауат айтып жатса, онда сіз үшін Алладан кешірім сұрайды екен. Маған салауат айтыңдар дейді пайғамбар алейхиссалату вассалам. Сонда сендерге Аллах Тағала 10 салауат айтады дейді. Мен үшін артынан уәсиләні сұраңдар дейді. Уәсилә дегеніміз не ол? Ол жәннаттағы бір мақам, бір дәреже дейді. Ол бір-ақ құлға беріледі дейді, басқа ешкімге берілмейді дейді. Бір-ақ адамға берілетін дәреже, мақам, орын сондай. Мен сол жалғыз адам мен шығармын деп үміттенем дейді. Сол адам болуыма сендер септіктерің тейсін, яғни сендер сұраңдар дейді. Кімде кім уәсиләні мен үшін сұрайтын болса, менің шапағатым оған халал болады дейді. Оған уәжіп болады дейді. Алланың мейірімімен жәннатқа кіріп кетуімізге үмітіміз бәріміздің, бірақ кейде сол мейірімге лайық болмай тұрған кезде шапағатшыларды іздеп қаламыз арада. Пайғамбар алейхиссалату вассалам шапағатшы, Құран шапағатшы, періштелер шапағатшы. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады, маған сұраған адамға менің шапағатым уәжіп дейді. Сол үшін пайғамбар алейхиссалату вассалам үшін шапағат уәсиләні сұрауымыз керек. Азан айтылды, артынан не істейміз? Салауат айтамыз. Салауат айтсақ бізге 10 салауат беріледі. Яғни Алла 10 есе мейіріміне бөліп, рахымына бөлісе, пенделердікі дұға ғой. Біздің салауатымыз, пайғамбарымызға деген салауатымыз, дұғамыз. О Раббым, оған уәсиләні берші деп. Әбу Саидин ал-Худри радияллаху анху пайғамбарымыздан жеткізеді. Азан айту үшін естісеңдер, қалай айтып жатса солай қайталаңдар дейді артынан дейді. Азан айтты, қай сөзді айтса, сөйтіп қайталап отырыңдар дейді. Ал Жәбір радияллаху анху пайғамбарымыздан естігенін жеткізеді. Азан айтып отқанның артынан қайталап отырасыздар дейді. Сөйтіп артынан пайғамбар алейхиссалату вассалам бүйтіп айтыңыздар дейді. Азан айтқаннан кейін артынан қайталап біткеннен кейін Аллахумма рабба хазиhi даъвати тамма, жаңа айтқан сөзім, толыққанды дағуатты бізден қабыл ет. Уассалатил қаима, оқиын деп атқан намазымызды да. Сол намаз және қиямет күніне дейін оқылатын намазың бәрі де кіреді ішіне. Ати Мухаммадан ил-василата вал-фадила, Мұхаммадқа уәсиләні бер. Фадиланы бер, оның дәрежесін көтер, жоғары қыл. Қиметті себеп айтып жатыр ғой, бір адамға беріледі. وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ, сен уәде берген сол мақталған орынды берші пайғамбарымызға деп пайғамбарымыз сұраймыз. Осыны айтқан адамға менің шапағатым міндет болады. Нәсіп етсін, амалымызда ықыласты құлдардың қатарында етсін. Субханакаллахумма бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк.